Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, оңай дайындалатын тағамды рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға күрішіміз бен картопымызды осылай қайнатып аламыз жақсылап. Сосын мен тауық етін қостым. Оны жақсылап жуып, барлығын турап дайындап аламыз. Келесі кезекте пиязымызды турап алдым. Осылай бір пияз қостым. Қазір екеуін бірге қуыратын боламын. Қызып тұрған қазанымызға ас майын құйып, тауық еті мен пиязын қуырып аламыз жақсылап. Үстінен 2 қасық ұн, 2 қасық қаймақ салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Су құйып, жақсылап піскенге дейін, дайын болғанға дейін қайнатамыз. Міне осындай дәмді әрі тез дайын болатын тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.